Көрші әйелден қалай құтылам? Екінші әйелің боп өз үйімде тұра беремін деп отыр. Болған оқиға. Жағдай былай болды. Әйелім екеуміз тапқанымызды тірнектеп жинап, банкке құйып, жас отбасыға арналған бағдарламамен үй алғанбыз. Өзі енді ғана жаңадан салынып, пайдалануға берілген екен. Бір мезетте бәріміз қоғадай жапырылып әлгі үйге көшіп бардық. Жаңа үй, жаңа көршілер, жаңа таныстар дегендей. Арада біраз күн өткен соң жаңадан қоныстанған көршілермен де таныс біліс болып қалдық. Қазақ емеспіз бе? Бір-біріміздің пәтерімізге қоныс құтты болсын айтып кіріп шықтық. Бар бәле содан басталды. Есігіміздің дәл алдындағы пәтерге күйеуі жоқ балалы келіншек көшіп келіпті. Әйелім қайдан естігенін білмеймін. Әлгі көрші келіншек жайында күйеуімен біраз жыл бұрын ажырасып кетіпті. Ауруханада мейірбике болып істейді екен деп бір өсектің шетін шығарып қойыпты. Оған таңғалған жоқпын. Себебі қазір кім ажыраспай жатыр? Дәм-тұзы жараспаған шығар деп ойладым да қойдым. Сонымен не керек, әлгі көрші келіншектің баласымен біздің бала айырылмас дос болып алды. Екеу біресе біздің үйде, біресе сол әйелдің үйінде ойнап жатады. Ондайда тамаққа кел деп шақырып барасың. Барсаң алдыңнан көрші келіншек шығады. Жасы 30-ға әлі жетпеген, майысып қалған әйел. Сәлемдесіп, жағдай сұрасып, арасында баламды мақтап қояды. Одан әріге бармай біраз уақыт түзу жүрдік. Бірақ бірте-бірте әлгі келіншек, аға, ананы көтерісіп жіберіңізші, мына бір картинаны қағып беріңізші деп келіп тұрады. Әдемі, басы бос келіншек қиылып тұрса неге көмектеспеске? Тау қопар десе де қопаруға болады. Сөйтіп жүріп арамызда жұмбақ бір сезім пайда болды. Күніне мен оны, ол мені көрмесек тұра алмайтын халге жеткен сияқтымыз. Кейде көрші келіншек жөнінде әйеліммен дастархан басында әңгіме болса қашқақтайтын болдым. Бір нәрсені артық айтып, бүлдіріп аламын ба деп қорқамын. Әйелімнің бетіне қарай алмай, сол келіншектен басқа әңгіме құрып қалды ма, басқа әңгіме айтшы деп өтірік жақтырмаған сыңай танытамын. Әйелім аптасына 6 күн күндіз жұмыста, ал менікі ауысымдық жұмыс. 2 күн үйде, 1 күн жұмыстамын. Көрші келіншек те ауысыммен істейді. Тура мен демалатын уақытқа жұмысын туралап алған ба, әйтеуір алдымнан кесе көлденең шығып жүріп, мені өзіне қаратты. Аптасына бірер рет төсекте кездесе бастадық. Әйелімнің бетіне қараудан қалдым. Оның көзіне бүйтіп шөп саламын деп еш уақытта ойлаған емеспін. Жақсы көріп, сүйіп қосылған адал жарым еді. Шайтан түртті. Теріс жолға түсіп кеткенімді байқамай қалдым. Көрші келіншекпен ашыналық қарым-қатынасым күннен күнге күшейіп бара жатқандай. Бір таңғалатыным, көңілдесім үйімізге емін-еркін кіріп дастарханымыздан дәм татып әйеліммен әңгімені соғып отыра береді. Тұр бермейді ғой шіркін. Құрбысы болып алған. Ондайда мен қинақтап екеуінің әңгімесін аңдып, сырым ашылып қалмаса екен деп қара терге малынам. Әзірге әйелім ештеңені сезер емес. Сөйтіп уақыт өтіп жатқан. Өткен аптада көрші келіншек үйіне шақырып алып, мен сенен 2 қабатпын деп жүрегімді су еткізді. Бәлкім менен емес басқа біреуден шығар. Шыныңды айт деп өзіне қарай атылдым. Сенен басқа ешкімім жоқ. Кеше тексерілдім, 3 ай болыпты. Сенбесең жүр, ДНК сараптамасын жасатамыз деп өзіне сенімді сөйлеп отыр. Қанша ақша берейін, алдырып таста. Маған сенен бала керек емес, отбасым қымбат деп қашуға әрекет жасап көрдім. Түк шықпады. Үлкен срок, алдыра алмаймын. Басында ойлану керек еді. Қалайда бұл баланы туам, балама серік болып өсіп кетеді. Ал сен жағдайды әйеліңе ақырындап жеткіз. Түсінуі керек. Білімді, ақылды адам ғой. 2 үйдің ортасында жүре бересің. Несі бар деп отыр. Сен мені құрттың. Қайдан ғана жолап едім саған деп айқайлап бұрылып кеттім. Негізінде азғырғанына ермей тыныш отырмаған өзім кінәлімін ғой. Төсекке сүйрегенде бала жағын ойламаған өзім де оңбаймын. Әйелім мұны білсе, ажырасуға арыз беріп, ағаларына айтып, көзіме көк шыбын үймелететінін жақсы түсініп тұрмын. Менің әке-шешем де ондайды құптамайды. Менен гөрі келіндерін қатты жақсы көреді. Енді ондай жағдайда не істеуім керек? Міне, жаңалықты естігелі бері 1 апта болды. Басым қатты. Не әйелімнің бетіне қарай алмай, не көрші келіншекке нақты жауап бере алмай басым қатып жүр. Тілеп алған аурудың емі жоқ деген рас екен. Ойнасқа барам деп от бастым. Енді далбасалап өздеріңізден көмек, ақыл сұрап отырмын деп шымкенттік азамат отбасын сақтап қалудың амалын таппай жүр.